Зеленскийдің мына жеңіс жоспары дейтін жоспары былай. Біріншісі, Зеленский мына Трамптың Америкадағы сайлауда қарқыны күннен күнге дөп келе жатыр, ол содан үрейленіп тұр. Сондықтан ол Еуропа елдерінің шетінен шарлап шықты. Сөйтіп, Еуропа елдерінің басшыларымен кездесіп, егер Американың билігіне Трамп келгенде, яғни республикашылдар келгенде, Украина Американың қару жарағын ала алмай қалған жағдайда, Еуропа елдерінің қару жарағыменен Ресейге қарсы соғысты жалғастыру үшін шарлап қайтты. Бір. Екіншісі, НАТОның құрамына Украинаны шартсыз қабылдау мәселесін көтеріп отыр. Ол деген сөз, Украина өзінің Ресей басып алған жерінен бас тартады дегендікті білдірмейді. Бас тартады дегенді білдірмейді. Ол керісінше НАТО елдерінің Ресеймен шекарасын, тіпті Еуропаның қауіпсіздігі үшін, Еуропаның Ресей жақ шекарасы, жаңа мұхит жақ шекараларының барлығын Украина әскерлерінің қорғауына беру туралы, Украинаның соғыс көрген жаттыққан әскерлерін НАТОның қауіпсіздігі үшін пайдалануды ұсынып отыр. Бұл деген сөз өте маңызды сөз. Себебі қазір бұл әскери базалардың біразында Американың әскерлері анау мұхит асып кеп отыр. Ал Украина әскерлері ол Америка әскерлеріне қарағанда оның шығыны аздау болады. Бұл бір. Ол Еуропа елдерін Америкада республикашылдар билікке келген жағдайда да Украинамен бір сапта болуға үгіттеу үшін жүр. Ол Украинаның Ресей басып алған жерін мойындайтын азамат емес. Ол ешқашан мойындамайды. Ол өйтіп, ол жерлерді мойындап, тарихта қарабет болып қалатын жігіт емес. Бірақ НАТОдан ол шақырту алғысы келіп отыр. НАТО дейтін ұйымның бір заңы, НАТОның құрамына қабылданатын ел, НАТОның құрамындағы барлық елдің бір ауызды мақұлдауынан өтуі керек деген бап бар. Ал Зеленский осы бапты бұза отырып, НАТОның шақыруменен НАТОның құрамына қосып жіберуді, тарихта болмаған бір таңғажайыпты жасап жіберуді бұл мақсат тұтып отыр. Енді сөздің шыны керек. Мәлім бір тұрғыдан алғанда, егер Америкаға Трамп сияқты бүкіл тіпті Трамп кезінде НАТОны не істейміз, Біріккен ұлттар ұйымын не істейміз, одан шығып кетем, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымын не істейміз, одан шығып кетем деп тұрып әлек салды, тіпті дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан шығып та кетті ғой деймін. Ол жағын білетіндер айтар енді. Ол тіпті неге Германияны біз қорғауымыз керек? Германия өзінің өндірісін дамытып жатыр. Ал ол үшін неғып Американың әскері Германияны қорғау керек. Сондықтан НАТОдағы елдер әскер жалпы халықтық ішкі өнімінің бәлем пайызын осы НАТОның бюджетін аударсын деп Трамптың көп мына ақша дегенде ол өстіп бір тырмысып жағаға жармасатыны бар. Сондықтан Зеленскийдің НАТОға Украинаны шақырту арқылы қосу деген идеясы. Яғни НАТО сен бізге қосылшы, біз саған қосыл деп шақырту жібереміз дейтін жолменен қосу туралы бұл жобалары өте үлкен мәнге ие. Ол деген сөз НАТО Украинаны шартсыз түрде қабылдап алса, мысалы НАТОда мындай да бір баптар бар, соғысып жатқан елдер НАТОға кірмейді деген баптар бар. Соғыс аяқтағанда ғана кіреді деген баптар бар. Сондықтан кейбіреулер айтады, Зеленский соғысты аяқтатасап, ана жерді болды, сен Ресейдікі сенің жерің деп мойындайса, болды, сосын территориялық даудамайы жоқ, яғни біраз жерінен айырылған, және айырылған жерін дауламайтын Украинаны НАТОға кіргізіп жібермекші дейді. Мен өз басым Зеленский ондай жолға барады деп ойламаймын. Және Украинаны осы жерлерді ендігар дауламайтын келісім шартқа қол қояды деп ойламаймын. Бірақ ол қалай болмасын, осы соғысып жатқан күнде НАТОға кірейік дегенде сізбен біз білмейтін бір нәрсені көздеп тұру. Яғни НАТОға кірбаса, Американың басшысы Трамп бола ма, кім болса да амалсыздан өз мүшесін қорғайды деп үміттенеді. Және бір Зеленскийдің НАТОға Украинаны қосу туралы бұл әңгімесінде арғары экономикалық үлкен саяси ұпай да жатыр. Экономикалық ұпай дейтін ұпай не? Украинада уран бар. Украинада газ бар. Украина, мысалы, осы егер НАТОның құрамына кіретін болса, Еуропаны Ресейдің газына деген тәуелділіктен құтқара алады. Яғни Еуропа елдері
енді ары қарай Ресей қыста газды қымбаттатады, Путин газды өшіріп тоқтатып қояды деп қорқып отырмайтын болады. Ол осы экономикалық тәсілдерді, Украинаны қайта құру мәселесі, анау мынау мәселесі сияқты біраз жобаны айтты. Енді оның барлығын мен талқыламасам да желіде мынау орыс тіліндегі жаңағы Голос Америка, орыс тіліндегі BBC оның бәрін талқылап тастады. Орыс тілін білетіндер оның бәрін тыңдап отыр. Сондықтан мен бұл арада айтпаймын. Бірақ Зеленскийдің бұл жоспары Еуропаны да құтқарады. Яғни Еуропа Украина арқылы Ресейден бас тартамыз. Керек десең Ресейдің газына тәуелділіктен бас тартамыз деп Украинаны мәжбүрлі түрде қабылдап жіберуі де мүмкін. Тіпті соғыс кезінде бір ерекше баптарды іске қосып жіберуі де мүмкін. Бірақ жалпы Зеленскийдің осы жолғы Еуропа сапарында үміт 50%, үрей 50%. Үміт 50% дейтінім, ол Еуропаның тағдырын Украинаға байлап тастағысы келеді. Украинаның әскерімен тұтас Еуропаны қорғағысы келеді. Ол Америкаға қандай да бір қыңырбасшы келсе де, Еуропа елдері Украинаны қолдасын, сол арқылы мына зұлым орыспен соғыса түсейік дегенді іске асырғысы келеді. Зеленский де бұл енді өзінің ел үшін, халық үшін еңіреп туған ер екендігін дәлелдеді. Оның саяси көрегендігі де, мықтылығы да, тактикаға шеберлігі де осы оның Еуропа сапары кезінде анық көрінді. Жүдеп кеткен байқұс. Әр кездесуде костюм шалбар кимейді, галстук тақпайды, әскери киіммен жүр, әскери киім. Жаңағы осы президент болған кезінде жарқырап тұрған, күліп тұрған Зеленский жоқ. Маңдайы қатпар әжім болған, сақал мұрты ағарып кеткен Зеленский тұр. Яғни Зеленский жас болса да мықты азамат екендігін дәлелдеді. Қой асығы демегін қолыңа толса сақа тұт, жасы кіші демегін ақыл асса аға тұт дейтін қазақтың мақалы бар ғой. Зеленский жас болса да бас болып, мынау зұлым орыстың тепкісінде 4 ғасыр жатқан Украинды нағыз еркіндікке, нағыз демократияға жеткізіп кетті. Украинаның халқы Зеленскийге мыңдаған жыл бойы қарыз. Ол өзінің халқын шынайы, орыссызданған әлемге алып келді. Өзінің халқын ендігәрі Мәскеудің империялық пиғылынан, жауыздығынан құтқарды. Иә, Украина